жүлдесі. Солай емес па? Онда қошеметпен біз ортаға бас жүлдені иеленгені үшін үздік қосымша білім беру педагогі 2020 байқауының жеңімпазы, алғашқы эстетикалық даму мектебі Еркетай мектебінің жетекшісі Жансая Ну что, дорогие друзья, вот этот первый знак, который мы вручаем нашей Турдалиевой Жансае, уздык педагог 2020. Одна из первых получает первую такую статуэтку. Мы впервые готовили такую статуэтку, поздравляем. Ну и, конечно, денежную премию 50 тысяч тенге. Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай өткізіліп отырған іс-шараның маңызы өте зор. Бүгін осы байқаудың бас жүлдегер иесі болған Турдалиева Жансая Қанатбек қызын біз құттықтаймыз. Осыған орай мынандай сұрақтарым бар сізге. Өрлеу біліктілікті арттыру институты мен оқушылар сарайы көп жылдан бері бірлесіп қоян-қолтық жұмыс жасап келе жатыр. Сіздің ойыңызша, біліктілікті арттыруда қосымша білім беру педагогының жұмысында қандай маңызы бар? Оқушылар сарайы мен өрлеу біліктілікті арттыру институтының жұмыс жүргізуде бірлесе отырып, әдістемелік тұрғыдан алғанда және де нормативтік құжаттарды меңгеруде берер үлесі мол, әсері зор деп айтуға болады. Жансая, айта қойшы, бүгінгі байқаудың бас жүлдегері бола отырып, осы қосымша білім беру саласына осындай байқаулардың болуы қаншалықты маңызды? Бүгінгі байқаудан менің алатын әсерім зор, себебі де осы байқауға дайындық барысында әріптестерімнің және өзімнің білімімді шыңдап тереңдей түстім деуге болады. Мысалы, айта кететін болсақ, бүгінгі Абай шығармашылығына, Абай оқуларына байланысты кезеңде мен өзімнің оқушыларының және өзімнің біліктілігімді арттырдым, тереңдете түстім. Және де білмеген көп жағдайларымды, көп сұрақтарымды осы байқауға дайындық барысында таба білдім деуге болады. Тәжірибе алмастым қасымдағы әріптестеріммен. Сондықтан да менің қуанышым өте зор деп жеткізгім келеді. Ендеше Жансая Қанатбек қызы, сұхбатыңызға рахмет. Сізге мол табыс тілеймін. Рахмет.